Енді ақылға қонатын зат мінекей. Каспиде бір ғана әдіс қалды, ол ашық категория. Бастапқы этаптар дұрыс жүргізу, ашық категориямен сату қалды. Ақылдымен сөйлессеңіз, асыл сөздің қаймағын айтады, ақылсызбен сөйлессеңіз, миға қонбайтын қай-қайдағыны айтады. Осы жерде сіздің қателігіңіз менің видеомды до конца көрмей және қолдамай кетуіңіз. Көп Каспи селлерлер предзаказ фулфилменттің қызметіне жүгінгісі келеді. Фулфилмент ол миға қонбайтын сатудың әдісі. Сіз қай-қайдағы біреудің жүздеген товарын магазиніңізге жүктетіп қоясыз, өзіңіз ұстап көрмегенсіз. Тек қана накладной түссе, сіз ол кісілерге жібересіз, олар упаковка жасап, сіздің накладнойыңызды қыстырып, клиентіңізге жүктеп отырады. Бірақтан да әрбір түскен заказға сіз қалтаңыздан 2000 теңге төлейтініңізді білетін бе едіңіз? Білмесеңіз, таныстарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Өйткені сіз әрбір түскен заказға өзіңіздің магазиніңізде сата отырып, өзіңіз ақша төлеп, упаковщиктерге, жаңағы доставщиктерге төлей отырып сатасыз. Ол деген минусқа кетті ғой. Предзаказға көбісі қызығады. Күніне 50-60 заказ алып жатырмын, айына 500 заказ алып жатырмын. Көбісі ол заказдардың атымен болып кеткен кезде, сол 200-300 товар сіздің қолыңызда қалып қойса, минусқа кірудің атасы болады. Дропшиппинг дейді. Дропшиппинг ол бұрынғы заманның сатуын әдісі. Оның мастер-классын Айсмұраттан үйренсеңіздер болады. Чат ашып шақырып алады, және де осы товарларды алдырамын, 20 күннің ішінде келеді, ақшаларыңды тастай беріңдер. Мен сіздерге арзанғы Қытайдан алдырып беремін деген әдіске кірсеңіз, ол да минусқа кететін әдіс. Міне нақты сізге формула.